Мәселенің шешімін оңай табу үшін өзіңізге аптасына бір рет миыңызға демалыс беріңіз. Бұл мидың дефолт системасы деп аталынады. Яғни сіз өзіңіздің миыңызға нагрузка бермеген кезде интернет қарамай, телевизор қарамай, немесе кітап оқымай өзіңізге бір күн демалыс беретін болсаңыз, бұл кезде ми бізде активті жұмыс жасай бастайды. Яғни сіз өзіңіздің запросыңызды жібересіз де, өзіңіздің жаяу жүресіз, немесе үй тірлігі деген сияқты осындай жұмыстарды жасау кезінде өзіңізге сол мәселенің шешімі келеді. Сіз білетін болсаңыз, бұндай историялар өте көп. Ірі компанияларда, мысалы банкротқа ұшыраған кезде, олардың басшылары мүлдем интернет жоқ, осындай жерлерге кетіп қалады. Миға тыныштық береді. Сол кезде ми өзі активті жұмыс жасап, бұл мәселенің шешімін оңай табуға көмектеседі. Сондықтан да өзіңізге белгілі бір күн толық осы интернет бар ма, телевидение бар ма, кітап оқу деген сияқты миыңызға нагрузка беретін нәрселерден өзіңіздің миыңызға тыныштық беріңіз. Сол кезде өзіңіз жаяу жүргіңіз келе ме, үй жұмысымен айналысқыңыз келе ме, сол кезде адамдарға әртүрлі инсайттар келеді. Егер парақшам ұнаса жазылыңыз, ұнамаса өтіп кетіңіз.